Құрметті бизнес бастауды қарап жүрген біздің көрермендер, күн сайын дамимын дейтін, өзін жетілдіремін дейтін Алаштың азаматтары, мен сіздерге өз өмірлік 30 жылдық тәжірибеммен өзімді жетілдіру, адамдың жаман қасиеттерінен құтылу, жақсы қасиеттерді жетілдіру, дені сау болу, бай болу, көркем мінезді болу, мейірбанды болу, табанды болу тәсілдерімен, әдістерімен бөліскім келеді. Соның бірі табиғаттың заңдылығымен өмір сүру. Енді біздің ең мықты ағзамыз, ең керемет ағзамыз, ең басты ағзамыз, ол біздің мүшеміз, ол біздің ми екен. Бізді басқарып тұрған ми. Енді сол миды қалай мәпелеу керек, оны қалай күтіру керек, оны қалай жетілдіру керек. Миымыз дамыса, миымыз жетілсе, миымыз күшті болса, біз күшті болғанымыз. Соның бірі дұрыс ұйқы. Дұрыс ұйықтамаған адамның ешқашан денсаулығы болмайды. Біз басқарып тұрған миымыз, оның ісі алға өнбейді. Миға да демалыс керек. Миды да жаттығуға апару керек. Мысалы, біз спорт залға барып, аяғымызды, қолымызды, белімізді жаттықтырамыз, ал миды жаттықтырмаймыз. Сондықтан мидың ең бірінші күтімі ол ұйқы. Мен көп күнделіктерін қарап отырамын. Көп айтады, сағат 1-де жаттым, 12:30-да жаттым, сағат 5-те 6-да тұрдым. 8 сағат ұйқыны беру керек ұйқыға. Кем дегенде 7 сағат. Мен түсте міндетті түрде жарты сағат 20 минут ұйықтаймын. 7-8 сағат. 8 сағат ұйқыны бер. Ұйқыны бермесең, сен миды зорлап жүрсің. Өзіңнің ең басты мүшеңді. Сонымен қоса, ми демалмағаннан кейін, тынықпағаннан кейін адамның бүкіл ағзасы дұрыс тынықмайды. Дұрыс ұйықтап, дұрыс жатпағаннан кейін сен өзіңе қастандық жасап жүрсің. Мен бүгін пост жаздым. Мен Тұрсын деген досым, бала кезінен бірге өскен досым. Қазір 57 жаста ана таудың басына арқар сияқты шығады. 30 жастағы жігіттер шаңын ілесе алмайды. Аптасына 7 күн спортпен айналысады. Соның бәріне уақыт табады, өзі ғылым біліммен айналысады. Қазір қоластында 70-80 инженерлер жұмыс істейтін компанияны, осы бұрын жалшық қызметте істеп жүріп, осы жасы келгенде 50-ден асқан кезде жасап алды жаңа компанияны. Енді сол жосым айтады, күнде сағат 9 ұйықтайды. Сағат 9-9-да айтады, 10 ары кеткенде 10 ұйықтаймын. Біреулер оған аянышпен қарайды. Қалай енді сағат 10 ұйықтап қалу деген, енді өзіңе қайрасаң, сен дүниеден құр қалған адам сияқты ойлайсың да. Сағат 10-да жатсаң, онда өмірдің қызығы неде? Қашан кино көресің, қашан отырасың, қашан жүресің деген сияқты, анау өмірден махрұм қалған адам сияқты. Ал мен білем, мен жасты жігіттердің ішінде Тұрсын ең жетістікке жеткен адамдардың бірі. Дені сау. Әрқашан бойында қайрат деген ұрып тұр да. Таңертең ерте тұрады, спортпен айналысады, іш жер ауырмайды. Ол өзінің еңбегінің арқасында. Екіншісі, білімге керемет көңіл бөледі. Барлық жағынан жағдай жақсы. Сондықтан сағат 10-да жатқан, 9-10-да жатқан, сағат таңертең сағат 5-6-да тұрған адамның дені сау, ол ештеңеден құр қалған жоқ. Керісінше ол өмірдің барлық жақсылығын алып жүр. Сондықтан ең бастысы сағат 9-да, 10-да жатып, таңертең 9-да жатсаң сағат 5-те, 10-да жатсаң сағат 6-да. Әйтпесе 10-да жатсаң да сағат 5-те тұруға болады. 7 сағат ұйықтасаң, мысалы ойлаймын, балаларға әсіресе 8 сағат ұйқы керек. Жасы келген адамға 7 сағат ұйқы да жеткілікті. Өзің сезесің, қай уақытта ұйқың қанды неті деп. Қоңыраудан бұрын оянсаң, күнде әдеттенген қоңыраудан 5-10 минут бұрын оянған кезде тынықпасаң, сен ұйқың қанды деген сөз. Миыңды күттің, мидың тамағын бердің, миды демалдырдың. Енді оны ары қарай жұмыс етуге болады, оны ары қарай жүктеуге болады. Ол саған рахметін, алғысын 1000 есе қылып қайтарып береді. 1000 есе қылып. Ерік жігер. Ерік жігер деген не? Ерік жігер деген адамның нәпсісін жеңетін, істеймін деген нәрсені істей алатын, істемеймін деген нәрседен бас тарта алатын, және өмірдік қалауын ұмытпауға күш қуат беретін адамның ішкі қуаты. Мен кейінгі 10 шақты жыл бойы ерік жігер жайлы зерттеп, өз тәжірибемнен өткіздім. Соларды сабақ қылып жазған болатынмын. Егер төменгі сілтемеге өтсеңіз, 50-ге жуық ерік жігер сабақтарының сілтемесін тегін ала аласыз. Енді біздің бәріміз өкінішке қарай, мына электр энергиясы лампочка қолдан жасаған күн пайда болғаннан кейін күн мен түнді ауыстырып алдық. Жаңа туған сәби күн мен түнді ауыстырып алады, кейде күндіз ұйықтап алады, түнде ұйықтамай қояды. Тура біз сөз сияқты. Сол жаман қасиеттен, әдеттен құтылудың тәсілі неде? Бірінші тәсілі, бойыңызға сіңіретін бірінші тәсіл, қоңырау шыр еткен кезде сіздің миыңызда автоматты түрде программа атып тұру керексің. Сенің астыңнан су шыққан сияқты. Астыңнан біреу тура қанжармен төсегің астынан біреу қазір енді тұрмасаң, найзамен сені тура қарныңнан бірақ шығаратындай арқаңнан сондай қорқыныш болуға тиіс. Болмаса, екіншісі сен ана атып тұрған кезде сені бір керемет әлемдегі жақсылық тосып тұрғандай, қоңырау шыр еткен кезде атып тұратындай жағдайға келтіру. Миды солай программалау. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші істейтін нәрсеміз, үйге келгеннен кейін шешініп жатамыз да 10 минутқа қойып, 10 минутта шыр етесің атып тұрамыз. Осыны 3 рет, 5 рет, 10 рет жасау керек. Саналы түрде. Күндіз, кешке жақын. Қоңырау шыр еткен кезде әлі ұйықтаған жоқсың, жаттың, атып тұрдың. Тұрдың да киініп, барып жуындың,
Бұл енді бір ақымақ, бір есуас адамның тірлігі сияқты болып көрінуі мүмкін қасыңдағыларға. Бірақ миды осылай программалап тастау керек. Осыны әбден жасап үйреніп алғаннан кейін, енді сіз өз әдеттегі неменеңізге келдік, режиміңізге де. Сіз түнгі сағат 12-де 1-ге дейін отырып үйренгенсіз, кейбірі 2-ге дейін отырып үйренгенсіз. Бірақ таңғы сағат 5-ке, не 6-ға қоңырат қойып қоясыз. Қоңырат шүреткен кезде сіз әлі оянған жоқсыз. Сіздің егер ойланбау керек. 1 секунд ойланбау керек. 1-2 секунд ойлансаң, сенің миың сылтау айта бастайды. Қазір тұра тұр, ертеңнен баста, енді 5 минут жата тұр, 10 минут жата тұр, бүгін ішінеге әкетіп бара жатқан жоқ қой деген сияқты. Шыр ете салысымен атып тұру керек. Бірақ қай уақытта атып тұрасың? Сен жаңағы бірінші сатын жасап тастасаң, бірінші ең алдымен қоңыраумен атып тұруды автомат түрде кіргізгеннен кейін сағат 5-те атып тұрасың, ұйқың қалған жоқ. Сенделіп жүресің, күндіз күні бойы жұмысқа зауқың болмайды, қуатың жоқ, өйткені ұйқың қалған жоқ. Ми демалған жоқ. Астындағы атың сияқты болдырып қалды, оны қамшыласаң да ол шаппайды. Соңынан сіз кеш жақын кеп, тағы да сағат 10-да жатайын десең, сенің бұрынғы үйреніп қалған әдетің, саған тағы да 12-1-ге дейін тағы да отырасың. Ананы шұқылайсың, мынаны шұқылайсың, телевизор көресің, YouTube-ға кіресің, Instagram-ға кіресің, тағы бірдеңке істейсің де тағы да 2-де жаттың. Сағат 5-те тағы да қайтадан. Қоңырау шыр еткен кезде атып тұру керек. Егер шынайы денсаулығы мықты болсын десең, шынайы өмірдің сыйын алам десең, осы сынақты 2-3 күн жасап көру керек. 3-ші күні сен қандай мықты болсаң да, сағат 10-да 11-де қылжиясың. Сағат 11-де сен ұйықтауға мәжбүр боласың. Сағат 11-де ұйықтадың, сағат 5-те тұрып кеттің. Болды, сен жаңа дәстүр қалыптастырдың. Жаңа өмір сүру салтын қалыптастырдың жаңа. Оны аналар кішкентай баламен солай жасайды. Мен үлкен шешем айтып отырады, мынау күн мен түн ауыстырып алды, күндіз ұйықтатпа. Ұйықтайды, бала бите бастаса да бетінен су бүркіп, ұйықтатпа. Кешке қылжияды, таңертең тұрады, болды, қайтадан өзінің қалпына келді. Сондықтан күндіз 1-2 күн, 3 күн өзің тығырыққа саласың, өзіңді қинайсың. Есесіне сен өмір бойы табиғаттың заңдылығымен өмір сүретін дені сау адам болып қалыптасасың. Таңертең ерте тұрған адамның көңіл күйі жақсы болады. Ұйқысы қанып тұрған адамның. Таңертең сағат 5-6-да қоңыраудан 1-4 минут оянып кетіп жатасың, қашан шылдырлайды екен, қоңырау шыр ете түскенде атып тұрасың. Сол кезде айтасың, міне, ұйқың қанған, ең қиын деген күрделі жұмыстар таңертең жасап істеп тастайсың, жұмысың алға басады, өзіңе деген құрмет оянады, денсаулығың, білімің, байлығың бәрі сенікі аса бастайды. Енді тағы да ұйқының денсаулыққа керемет әсері, сағат 11-ден кейін адамның өт жол жұмыс істей бастайды. Өт жол жұмыс істеген кезде адамның зат алмасу процесі. Өткен жатқаннан кейін өт жол дұрыс жұмыс істесе, күндіз ішкен астарын қорытыла бастайды. Өт жол дұрыс жұмыс істемесе асын қорытылмайды. Сондықтан көбіне қарасаң, түнімен жүретін, мысалы, мына творчествоның адамдары да, жазушылар, әншілердің беті әжім болып кеткен, түрі сарғайып кеткен, соңын олар бетіндегі тонна неше түрлі бояулар жағатын сондықтан да, оңен әжім түсіп кететін де сондықтан. Сондықтан сағат 11-де тұрып тұрған адамның өт жол жұмыс істемейді, жатқанда жұмыс істейді. Өйткені 2.600.000 жыл бойы біздің ағзамыз солай қалыптасқан. Екіншісі, сағат 1-ден бастап адамның бауыры жұмыс істейді. Бауыр деген не? Бауыр деген адамның бүкіл ағзасындағы іштегі жеген тамағының улы заттарды түгел, біздің дем алғанымыз бәріміздің улы заттарды тазалау, бауыр фильтр. Сағат 1-ден кейін жатпаған адамның бауыры жұмыс істемейді. Сен өзің цирроз печени, басқа да бір пәлені басыңа шақырып жатырсың деген сөз. Сондықтан сағат 10-дан кейін ұйықтасан, бітті сен. Күн сайын сен атыңды тыңықтырып алдың деген сөз. Сен көз алдыңа, біз қазақпыз ғой, көз алдың елестетші, атты әбден 30-40 шақырым жүргізіп, не су бермей, не шөп бермей, соңын екі өкпесінен тепкілеп, ағын шаптырғың келеді, зорықтырып өлтіресің. Өзіңді тезірек көрге тұғу, өзіңді тезірек денсаулығын құрту, өзіңді тезірек кедей қылғың келсе, осы әдетімен жүре беріңіз. Ал егер тың ат сияқты күн сайын демалып, жаңа күшпен, жаңа қуатпен алға қарай дамығың келсе, табиғаттың заңдылығымен өмір сүр. Табиғаттың заңдылығымен өмір сүрсең, саған бақытқа апарар жол, сен дұрыс жолдасың, сен ақ жолдасың. Табиғаттың заңдылығымен өмір жүрсең, сен даму жолындасың, жақсылық жолындасың. Ал енді табиғаттың заңына қарсы келген адам міндетті түрде жазасын алады. Табиғаттың заңдылығына қарсы шыққан адам міндетті түрде жазасын алады. Сіз сол күн батқаннан кейін бүкіл адамзат жатқан, таң атқаннан кейін тұрған. Ол табиғаттың заңдылығы. Біз ғана адам емес, бүкіл тіршілік иесі, бүкіл жан иесі қараңғы түскеннен кейін жатады, таң атқаннан кейін тұрады. Қайтадан соған айналып келіңіздер айналайын. Сондықтан ең бірінші дамудың жолындағы істейтін шаруаңыз
табиғаттың заңдылығымен дұрыс уақытында жатып, дұрыс уақытында тұру, оның тәсілі, әдіс тәсілін мен сізге үйретіп бердім. Осыны бірге бір істесеңіз, сіз енді мен бозторғай едім, мен үкі едім деп болмаса айтады. Жабырынық, я сава, мен осылай қалыптасып қалғам дегеннің бәрі былжырақ, сылтау сөздер.